Үлкен ақша әлемінде этика играет больше роли, чем твоя способность. И сол контракттың, прикиньте, құны ана адам жаңа өзінің тарапынан бүкіл жасады ғой, енді сатты, өзін бүйтеміз, қырамыз, жоямыз, келді, и соның шешілетін жері какой-то перепискада ислам осындай адам бар, тани дегенсің ғой, не ойлайсың? Осы жерде шешіледі да ол. Элементарно кешігіп келу, отчеттар. Маған бірінші ұнамайтын нәрсе ол аванс сұрау. Сенің қабілетіңді арттыратын және болашақ байлығыңа әсер ететін мекемеде тұрып, онымен қарым-қатынасты үзіп алу деген өте саған рисковый нәрсе да. Грубо говоря, пошел на демеген, но что-то в этом роде и блокирует саған. Жарайды, молча проглотил, дальше өзім жұмыс жасай бердім. Арада бір 4 айма уақыт өтті. Маған досым сөйледі: "Ислам, осындай, мынандай бір адам сенде жұмыс жасапты ғой. Мен жұмыс қалайын деп отырмын. Қандай адам?" дейді. Мен айтамын: "Вообще никаким." Болды, түсіндім, жақсы. Ол адамға жамандық істеп жатқан жоқсың сен. Сен өзіңе жамандық істеп жатсың. Өйткені адаммен жаман ортада өскен адамдар қаншалықты қабілетті болса да, онымен сөйлесу как будто постоянно сенің бір ішіндегі эмоционалды эго образыңа бір шақ сұғып жатқан сияқты сезім болады. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Ерсін Сұлтан каналындасыздар. Бүгін бізде Ислам мырзамен кезекті выпуск, және бүгінгі подкасттың тақырыбы этика, әдептілік. Бұл өмірде бізге қалай әсер етеді, проекттермен, жұмыста, немесе жұмыс беруші болсақ қандай әрекет етеді, және біздің долгосрочный баюымызға этиканы сақтау, бұл қалай жұмыс жасайды, соны түсіндіріп, конкретно мысалдармен көрсететін боламыз. Ал, Есеке? Ереке, шақырғаныңызға рахмет. Енді барынша пайдалы болуға отырсам, этиканың көп адамдар енді маңызды деп қабылдамайды. Жарайды, жұмыс жасау керек, понятно, сату керек. Солай байып кетемін деген сияқты ой келуі мүмкін, бірақ мен ойымша үлкен ақша әлемінде этика играет больше роли, чем твоя способность, чем твои слова. Сен сөзіңе қарағанда, қабілетіңе қарағанда, сенің этикалық ой көзқарастарың сенің сәтті болуыңа қаттырақ әсер етеді деп ойлаймын. Енді ешкім сенімен жұмыс жасамайды, егер сен басқа бір адамды алдап кеткен болсаң, арбап кеткен болсаң, өзің сөз саптауыңда басқа бір адамдар туралы жаман пікірде спокойно бөлісе беретін болатын болсаң, басқа біреудің элементарно мысалы әйелін талқылап, оның киімін, оның сөзін ақылдасып былай кекетіп отыратындай бір адам болсаң, сенімен ешкім нормально бір жоғары деңгейдегі кәсіпкерлер жұмыс жасамайды. Ол жерде этика деген вопростар өте қатты, мен ойымша, маңызды рөлде. Мысалы, мен де инвестиция әлемінде жүргенде, инвестиция берерде, немесе осы инвесторлармен сөйлесу барысында түсінетінім, этический момент көп нәрсенің алдын алады. Мысалға, үлкен корпорацияларда да кодекс чести, яғни адамның әдеп кодексі бар. Егерде кімде-кім мысалы этикалық нормативтерге сәйкес келмейтін болса, даже ол мықты маман болса да, он жұмыс қалмайды. Немесе жұмыста болса да, этикалық нарушениялар көре ма, ол адам жұмыстан шығарып тастайды. Ол бүкіл корпоративті әлемде сондай, үлкен компанияларда. Сондықтан осы туралы сөйлессек пайдалы болған шығар. Давайте бірінші бір бөліп алсақ. Қанша түрлі направлениеде қазір әңгіме айтамыз? Білмеймін. Алмасуды алсақ болады. Бірінші понятный алмасу заңдылығы. Алмасу заңдылығы, екіншісінде қарым-қатынас заңдылығы, яғни общениедағы қандай этикалық моменттер болуы мүмкін. Үшіншісі уәдеде, может, коммуникациядан алсақ болатын шығар. Бастапқысы алмасу, обмен дейді ол орысша. Алмасудың бәрі понятный, білетін 4 алмасу заңы бар дейді. Біріншісі криминальный обмен дейді, екіншісі неравноценный обмен дейді, үшіншісі равноценный обмен, төртіншісі обмен с превышением деп айтылады. Қазақша келетін болсақ, ең жаманы криминалды алмасу, одан кейінгі жаманы тең емес алмасу, одан кейінгі более-менее жақсы дегені ол тең алмасу, және одан да жақсысы артығымен алмасу. Алмасу, бәріміз алмасудан күнделікті тұрамыз, күнделікті әркіммен алмасамыз, элементарно өзіміздің баламызбен де, анамызбен де, әкемізбен де, әйелімізбен де, партнермен де, сотрудникпен де, көршімен де бәрімен алмасамыз. Сөз алмасу барысында, жұмыспен, клиентпен ақша алмасу барысында бәрімен алмасамыз. Енді криминалды обмен дегеніміз тек қана жұтушы адам, бірақ өз тарапынан еш нәрсе бермейді.
ол дегеніміз қалай? Ереке, сіз маған 500 мың теңге беріңіз, ертең мен сізге мощный қылып тұрып бір Меккеге умра берем, сол 500 мың теңге тұрады, негізі миллион ғой, сізге по скидке 50% берем деймін, 500 мың теңгені аламын да, бірақ сізге умраға жолдама бермей қоямын. Яғни 100 мың плюстамын, сіз 500 мың минустасыз, мен 500 мың плюстамын, ешқандай менің тарапымнан ешнәрсе барған жоқ. Ол нәрсе криминалдармен барып тартып алу деген сияқты. Сол үшін криминал деген сөз бар да. Ал келесі неравноценный обмен, болмаса тең емес алмасу, ол сіз маған 500 мың теңге беріңіз, ертең мен сізге умра пакетін берем деймін, бірақ сізге умра пакетін емес, Өзбекстанда Самарқанд пакетін берем да. И уәде берілді, бірақ уәденің орындалуы уәденің деңгейінен әлдеқайда төмен орындалды, немесе жетпеді соған дейін. Сол тең емес алмасу болады. Үшіншісі тең алмасу, сіз маған 500 бердіңіз, мен сізге умра пакет бердім деген сияқты. Төртіншісі обмен с превышением дегеніміз, умра пакет бердім, плюс қосымша қайтарда Турцияға кіріп кетсей деп, тағы қосымша Турцияға билетпен қосымша сыйлап бердім деген сияқты. Сіздің рухани демалысыңыз, физикалық демалыспен бірге үйлесіп кетті деген сияқты. Сол айтылады да. Клиентті риза қылдыру. Клиентті ойлағаннан да артық риза қылдыру деген сияқты мәселеде. Өміріңізде мысалы қандай ситуациялар болды именно осы төртеуіне байланысты? Барлық ситуациялар күніге болады ғой. Именно андай прям есте қалатындай, чтобы аудитория көріп жатқан адамдарға бір сабақ болатындай қандай ситуациялар болды? Сізге жасаған деген секілді ғой. Классический пример. Поставщик болады, сен мебель немесе ремонт қызметтеріне ақша төлейсің, ол адам сенен ақшаны алады, бірақ соңында мебель де жоқ, ремонт та жоқ. Аумин. Таза криминалдармен, аумин, болды, жоқ. Ислам ақша бере тұршы, ертең қайтарып беремін. Аумин, жоқ, болды. Криминалдармен. Немесе уақытысында бермейді. Уақытысында бермейді, кешігіп береді, уже неравноценныймен болады. Сен уәде еттің, уәденің орнынан жоқсың деген сияқты. Сондай. Даже ол саған мысалы қарызыңды бердің сен, ол саған қарыз қайтарды, просто қарызын қайтарудың өзі де негізі неравноценныймен. Сен хотя бы рахмет деп айту керексің да. Рахмет, сенің ақшаң маған көмектесті. Осылай мені выручить еткеніңе, яғни мені керек кезде мені құтқарғаныңа, көмектескеніңе рахмет деген сөз айтылу керек та, сенің барыңа рахмет деген сияқты. Ол да жоқ қой, мәж бердім, чек жібере салады, болды да. Как будто бір мәсаж деген сияқты ше, әдепсіздік қой енді. Енді мен ойымша. Енді неравноценный обмендер де болды, мысалға қымбат заттар аласың, ойбай күшті болады, бүйтеміз, сөйтеміз, қыртамыз, жоямыз, на деле деген сияқты. Равноценный де көбісі болады, сен ойлағандай болады, ұнайды деген сияқты. Обмен с превышением де болады өмірде, сен бір нәрсе төлейсің, есеке, біз сіздің блогер екеніңізді біліп қойдық та, сөйтіп сізге қосымша мынандай сыйлықтар беріп жібердік деген кезде сен қуанасың да, мысалы, прикольно деп. Мысалы, сондай моменттер болады. Ол күніге болады. Күнделікті, мысалы, бүгін де бардық. Сен мысалға там заведениеге, ресторанға барасың. Там сен мысалға айтайық, тамақ заказ бересің, ол тамаққа сен су бересің, ол саған қосымша шай әкеліп береді да, мысалы айтады. За счет заведения. Просто әшейін бір не ғой, бір чашка шай да, мысалға 100 теңгенің заты, может 50 теңге зат, бірақ саған қандай ол көңіл береді да, обмен с превышением болса. Наватта сол нәрсені қолданады, шұбатта келіп береді. Келеді сразу. И мен байқағаным, кейде бауырсақ беріп жібереді, бір не бар ғой. Бірақ бауырсаққа сен не аласың? Сметана аласың. Сметана дейді, қаймақ аласың. Сөйтіп қаймақ әкеліп берейін бе дейді. Сөйтіп сұрайды, қаймақ ірімшікпен бе или обычный дейді. Сөйтіп ірімшікпен дейсің, короче, діңі заряжать етті, ол қаймақтың ақшасында бауырсақтың ақшасын шығарып алады да. Но зато приятно. Әрине, ол зато андай да, қиналмай қарым-қатынасқа, ақшалай қарым-қатынасқа кіреді да клиентпен тез. Бұл талқылау одан да пайдалы болсын деген ниетте мен ойлаймын, қазір именно жұмысқа байланысты көбірек мысал келтірсек. Маған бірінші ұнамайтын нәрсе ол аванс сұрау. Аванс сұрау дегенде бір келеді жұмысқа, мүмкін бір апта істейді, мүмкін 2 апта істейді, до месяца ғой, сөйтіп аванс сұрай бастайды. Яғни маған, мен сенде жұмыс істеп жатырмын ғой, сен көріп жатсың ғой, мен жұмысыма разысың ба, енді аванс берсей дейді ғой, короче. Енді бұл тарапта түсінуге болады, ол мүмкін ақша керек шығар, мүмкін там квартирасын төлеу керек, бала шағасына керек сияқты деген сияқты түсінуге болады, бірақ бұл жерде сен түсіну керексің, сен қарым-қатынасты болашақ айлығыңды және сенің қабілетіңді арттыратын және болашақ байлығыңа әсер ететін мекемеде тұрып, онымен қарым-қатынасты үзіп алу деген өте саған рисковый нәрсе да. Өзіңе ол зиян да, яғни неге деген кезде сен жұмысқа бара жатқан кезде не үшін бара жатсың деген сұрақ. Не үшін олар сен жұмысқа алды деген сұрақ. Жұмысқа алды неге? Өйткені сен онымен ортақтасып, бірге ортақ коммерциялық мақсатқа жету үшін. Коммерциялық мақсат дегеніміз, яғни таза пайданы көбейту үшін болды. И сен келесің да, короче, айтасың, мен компания мақсат маған қызық емес ше.
компания конкретно сен мен үйдегі проблеманы шешіп берші, үйімде ақша керек болып тұр да қазір, сен ақшаңды бере сал да маған, сөйтіп дальше сөйлесе береміз ғой дейсің да. Енді компанияның бастығы келіп саған айтып отқан жоқ қой, маған миллиард керек еді, ана жақта бізде бір платеж бар еді, сен үйіңдегі телевизорыңды сатып маған ақша бере тұршы, мен миллиардымды жауап алайыншы, потом ертең шешіп аламыз ғой деп айтып отқан жоқ қой саған. Ол айтады, сен жұмысыңды істеші, айналайын, дальше мен жақта өзім шешемін дейді ғой. Сол сияқты егер де компанияға келіп әркім өзінің проблемасын келіп айта беретін бір мекеме болса, ол уже компания коммерциялық мекеме емес, ол бір акимат болып кетеді да, который работает за казенный бюджет дейді ғой. Сондықтан көп адамдардың қателік жасайтындығы, ол компаниясын жұмысқа кіріп, ол ойлайды қазір компанияны мен иметь етемін, яғни доить етемін, анау сиыр сауған сияқты компанияны сауамын деген сияқты. Жоқ, қателесесің. Сен бірінші добровольно сен сауға көнесің ғой, короче. Яғни сен сауат компания, и сен жақсы сауылатын сиыр болсаң, сені олар өлтірмейді. Анау не деді ғой, мысалға, бір ферма бар дейік, фермада бір сиыр бар, жақсы сүт береді да, оны соймайды ғой, оның наоборот жаңағы жағдайын жасайды, оның шөбін береді, оның сүтін береді, суын береді, жаңағы температурасын қадағалайды деген сияқты мықты мамандар жалдайды, ауырып қалмасын да, мынаны сүт бере бертең деп ше. Сол сияқты сен компания үшін асыл болу керексің. Сол кезде олар сені командировка шетелге жібереді, айлығыңды көтереді, сенің условиямен келіседі, саған бөлек кабинет береді деген сияқты. Сен жақсы сауы үшін да ол. Өйткені сен сүтің бар, породистый сиырсың да, условно енді. Мен де жұмыс жасадым, айлыққа жұмысты алдым, жұмысқа адамды алдым. И екі жақтан да айта аламын да. И мен сол жақтан бірінші очередь этикалық момент, компанияға сен келгенге дейінгі және сен келгеннен кейінгі бір сенің зонаңдағы ключевой параметрлар өсу керек қой. Яғни даму керек компания сенімен бірге. Егер олай болмаса, онда сұрақ, компания сені не үшін жұмысқа алды? Ол айлық беру үшін жұмысқа алған жоқ бүйтіп. Айлық беремін тегіннен тегін, келіңдер маған, айлық бар мына деп олай берген жоқ қой объявлениені деген сияқты да. Осы. И жаңағы сотрудниктардың, мамандардың жіберілетін қателігі этический. Одан бөлек жаңағы элементарно кешігіп келу, отчеттар, берілген уәдесі, мысалы бізде енді видео, мобилография саласында өте көп ситуациялар болады, где артынан жүгіріп жүресің, мындай уақытта монтаж жасап беремін дейді да, бір апта, екі апта созып алады, сөйтіп ол адам ешкім жұмыс жасағысы келмейді, артынан сондай әңгіме жүреді, то что этикалық моменттерден бүкіл нәрсе құралады. Осы нәрсені жалпы жеткізгіміз келіп жатыр ғой. Иә. Ол кәсіпкерлердің де болады ғой. Айлық беремін дейді, кешіктіріп береді, толық бермей қояды, ертең мықты болады дейді, ол мықты жағдай жасамайды, уәдесін тұрмайды. Ол кәсіпкерлерде болады, сондықтан это не работает в одну сторону. И жаңағы сен адамды жұмысқа алсаң да, жұмысқа біреуге барсаң да, өз тарапынан этикалық нормативтер сақтау керек деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Ақы мәселесінде, уәде мәселесінде адам берік болу керек, және ешкімге жаңа көңіл түсетіндей зат нәрсе жасамаған абзал. Өйткені ол адамға жамандық істеп жатқан жоқсың сен. Сен өзіңе жамандық істеп жатсың. Өйткені адам күн адаммен, саған клиенттер де адам, сотрудниктер де адам. Олардан айырылып қалсаң, ертең ақша каналың жабылады. Сөйтіп ақша каналын жабылғаннан кейін тұрмыс тіршілігің қиындайды дегендей ғой. Сондықтан бұл өмірде біреуді алдасаң, көбінде өзіңді алдайсың ғой. Мен мынандай нәрсеге сенемін да, этиканы супер сақтайтын адам болатын болса, ол кез келген жұмысқа кіретін болса, ол егер навыктар жететін болса, ең топовый дәрежедегі даже партнерға дейін өсе алады деп ойлаймын. Иә, толық сөзбен келісемін. Главное, профессионалдық қабілеттер жетсе, және ол этикалық, яғни жақсы тәрбие көрген дейді қазақта. Тәрбиеде қазақта тәрбие көрген, тәрбиелі сондай деген нәрсенің барлығы сол этика ғой, негізі. Негізі сол этика. Үлкенді сыйлау, кішіге құрметпен қарау, ешкімнің ақысын жемеу, сыпайы сөйлеу, біреудің ала жібін аттамау, уәдеде тұру деген нәрсенің барлығы тәрбие дейді. Оны просто бүйтіп тәрбие деп орай салғанда, бірақ қазір новый сөз шыққанда, ноу-хау, этика деп шыққанда ол. Сондықтан осындай бір тәрбиелілік, асыл тұқымдық деймін, қалай асыл тектілік қасиеттер, осы этикалық моменттер білінеді. Сондықтан яғни жаман тәрбие көрген, жаман ортада өскен адамдар қаншалықты қабілетті болса да, онымен сөйлесу как будто постоянно сенің бір ішіңдегі эмоционалды эго образыңа бір пышақ сұғып атқан сияқты сезім болады да. Сондықтан олармен ешкім жақындасқысы келмейді, өйткені постоянно опасность сезінеді. Өйткені не то опасность ұрып тастайды емес,
эмоционалды насилие жасайды, яғни зомбылық жасайды да. Сөйтіп осындай тәрбиелі болып жасап, адам қабілеті жетіп жатса, профессионалды жолы ашылуы бірталай дей ма, қалай, гарантированно деген сияқты ғой. Енді осы этика нарушаться етіліп, сіз адаммен жұмыс жасамай қойған именно мына моментке байланысты деп тұрып, қай ситуацияны келтіре аласыз? Нақты бір ситуацияны айту қиын. Мен мысалы келтіре аламын. Мысалы недавно болған ситуация, тоже недавно болған. YouTube бойынша бір ханымды ассистентке алдым, ол кісімен жұмыс жасап жаттық. И ол жақта төлейтін сомам көп емес, бірақ ол ханым негізі мен жанымда жүріп, ютубты үйреніп, болашақ мен басқа проекттер ашсам, көрдім да, то, что ол ана очень ответственная, айтылған нәрсесін орындайды, жауапкершілікпен қарайды. И ары қарай басқа проект бастасақ, ол жерде мен оның младший партнер болып кіргізіп, операцияны беріп, ютубты с нуля үйрете аламын да. Ол жерде жақсы ақша табуға болады, и долгосрочно. Бірақ бір момент болды, просто бір тестовый задача беріп көрейші деймін ғой. Сабақтарды платформаға салу керек болды. Осыны зерттеп шығыңыз деп тұрып берем. Бірінші сообщение, қанша ақша төлейсіз деген сұрақ келеді. И мен түсіндім да, то что білмеймін, қазір бір кішігірім осындай задачаға осылай реакция беріп жатыр. И одан алдында мен кішігірім тексеріп көремін ғой, жаңағыда сәл артық задача беріп ше, не дейді екен деп ше. Сразу ол жақтан аллергия болып жатқан көрінді. И болды, мен бермедім. И бұл өсуге дайын маман ба, артық жауапкершілік ала ма, болашақ ниеті қандай, ойы қандай болды. И соны тексеріп көремін. И соответственно, мен өзім сондай ответ алған соң, ол өзінің проекті бойынша ақыл сұрады да. Менде де ол шыққан жоқ. Мүмкін сіз дұрыс емес адам, дұрыс емес өзіңіз таңдаған шығарсыз. Яғни дұрыс емес адам дегенде ол қате адам деген сөз емес. Это просто вы неправильно выбрали человека на эту должность деп ойлаймын. Яғни в этой именно конкретной ситуации. Ал именно неэтично деп айта аламыз тогда, когда вы с вами лично договорились, яғни келістіңіздер, мынаны істейсің, мынанша ақша аласың, и ол орындаған жоқ, короче. Осы неэтичный момент деп ойлаймын. А так ол өз жұмысына ақша талап жатқан болса, мүмкін сол моментте ақшаға мұқтаж шығар. Мүмкін ол сіз сияқты долгосрочный перспективада выгодын көре алмаған шығар. Қатты бір этикаға точно деп осылай айта алмайсың да, мүмкін мен сіздің орныңызда болмадым. Мен айта алатын нәрсе ол енді сабақ бол мақсатында мен өзім сабағымды алып қойдым, например, бірақ бір адамдарды подкасттан көріп, өзін елестетіп, ислам мен туралы жаман сөз айтып жүр екен деген нәрсені айтқым келмейді да. Бірақ айта салайын, ол кісіге сабақ болсын, потому что я считаю, это реально человек обосрался, и лучше так не стоит делать деген сияқты. Ондандай болады, бір қызметке адамды жалдаймыз, бағасы 400 мың дейді, әңгімесінде храм жоямын, я болысты, екеуміз договор подписать етеміз, мен аванс төлеймін. Сөйтіп бір ғана жұмыс бердік ол. Бір тызышқа бердік. Нандай деген бір тызышқа бердік. Ол тызыны ол 4 аптадан кейін де бере алмады бізге. Мен ақшам төледім, бірақ бәрібір де. Неге? Өйткені жаңағыдай толық төлемедім, бірақ определен бір ақша кетті. Бір определен жұмыс ол бізге берді, бірақ ол жұмыс шикі болды. Біз ол документті қолдана алмаймыз, оны ары қарай өрбіте алмаймыз. Жаңадан басқа документ істейміз. Яғни біз остались с незаконченным материалом и заплатили за это деньги, потеряли время, мысалға. Бірақ уәдеде адам орындап берем, қырам жоям, бүйтіп береді, сөйтіп береді деген сияқты бір міндеттемелер болды. Бірақ ол міндеттемелер орындаған жоқ. В общем, не болса да мен айттым, бұл нәрсеңіз дұрыс емес, мен сізден осынша уақыт күттім, арнадым. Әрбір кездесуімізге, мысалға біз кездесу, ол дайын отчеттармен келу керек, біз кездесу болу керек, бір жарым сағат соң біз қайту керекпіз. Біз кездесуге келеміз, еще ол бір жарым сағат, может 2 сағат отчеттар дайындап отырады сол жерде. И тағы бір жарым сағат отырамыз, сонымен 3 сағат, 3 жарым сағат дымсыз қайтамыз. Постоянно осылай болды, постоянно, чаще всего осылай болды. И что-то я понимаю, что-то дұрыс емес мынау. Екінші рет ол адаммен жұмыс жасай алмаймын да, қаншалықты маған уәде беріп, ойбай қырып жібердім, бүйтім сөйтім. Мүмкін ол мені өзінің бір кейс списоктарына қосып қойған шығар, білмеймін ғой енді. Бірақ маған біреу хабарласа, айтса, осыны сонымен жұмыс істепсің, сен қалай десе, айтам, мне не понравилось. У нас был довольно неуспешный прецедент. Не могу его рекомендовать. Айтпаймын, ол жаман адам, ол жаман істеді деп айта алмаймын. Просто у меня был такой опыт. Я не знаю, какой у тебя будет. Хочешь, рискни. Яғни қатты сеніп баратсаң, тәуекелге бар. Мүмкін менде ғана сондай болған шығар, мен білмеймін. Дәл солай 2 күн бұрын ғана маған бір жігіт жазады. Таныс жігіт, кәсіпкер, тоже нормально, там обороттар бар. Осында да адам таниды екенсің ғой. Мен сонымен істесейін деп жатырмын. Қалай ойлайсың, стоит па?
мысалға осы сұрақ негізі ключевой. Сатып алуға немесе бір керектес болуға жасайын деп жатқандағыда ақша айналым болатын кезде осы сұрақ негізі договордың подпистің нүктесін қоятын сұрақ қой негізі осы. И ол шешілетін момент тек этикалық моментте. И сол контракттың прикиньте құны ана адам жаңа өзінің тарапынан бүкілін жасады ғой, енді сатты өзін бүйтеміз, қырамыз, жоямыз, келсек бүйтейік сөйтейік, жұмыс жатқанда бір ай ойланамын ана деп келді. И соның шешілетін жері какой-то перепискада, ислам осындай адам бар, тани дегенсің ғой, не ойлайсың? Осы жерде шешіледі да ол. Ана жақта сатқан кезде сен қандай өзің мықты екен кезде емес, мына жерде шешіледі. И сен ана жерде не этикалық бұрынғы мен тектес, мен танитын адамдармен сен бір жаман әрекет жасаған болса, жаңа этикалық нормаға сәйкес келмейтін, онда мен айтар едім, мен бұл адамды білмеймін, лично менде осындай опыт болған, қаншалықты қазір өзгергенін білмеймін деп айтар едім, например. Бірақ ол жақсы адам болды, мен айттым. Не знаю, какой он профессионал, но адам ретінде молодец. Одан кейін білімі жоғары, попробовать, наверное, стоит деп жаздым, например, да. Енді мен айтпаймын оған, сен келіс, сен ұтасың деп, ол келісімге мен уәде аламаймын ғой. Ол жерде мен этика бұзған боламын ғой, өйткені ислам сен айттың ғой ана, сен айтқан адам мал адам болып шықты ғой деп. Біреудің келісімде, ол жерде менің ақшам жоқ, интересім жоқ, не зафиг өзімнің репутациямды рискқа қойғым келмейді да. Сондықтан айтамын, ну, наверное, попробовать стоит деймін да, бірақ өзің көресің әрине деп, осылай жеңіл жібересің да. Сонда айтайын дегенім, мысалға, мен де мысалы инвестиция жасаймын, или осы бір ақша әлемінде жүреміз, кәсіпте жүреміз. Даже менде мынандай болған бір қыз болды. Жұмысын жасау керек, ол кезде кәсіптеріміз аяққа қою қиын, капитал жоқ, кредиттер бар. Деп жүрген кезімізде бір қыз болды. Бізде отдел продажда ма, бір менеджер болып жұмыс істеу керек болатын. И ол жұмысын істемей просто кетіп қалған. И бізде лидтар бар, бізде определенный міндеттемелер бар. Оларды ол орындамайды, өйткені үйінде бір жағдай болып қапты. Түсіндірген де жоқ, не жағдай. Айтқан да жоқ, телефон ауысып кеткен, сондай. Сөйтіп мен оған просто жазып жібердім. Осындай сен істеген әрекетін негізі жақсы емес. Я с этой проблемой сам справлюсь. Бірақ өзіңе болашақта сабақ болсын. Бұлай жасауға болмайды. Сен бізді қадап кеттің. Кететін болсаң, айтсам, мен сен жіберемін, проблем жоқ деген сияқты. Осылай пікір жазып жібердім. Ол мен просто типа андай бір грубо говоря, пошел на демеген, но что-то в этом роде и блокировать тастаған. Жарайды, молча проглотил, дальше өзім жұмыс жасай бердім. Арада бір 4 айма уақыт өтті, Ереке. Маған досым звондайды. Ортақ бір досымыз, ол звондайды, ислам, осындай, мынандай бір адам сенде жұмыс жасапты ғой. Мен жұмыс қалайын деп отырмын. Қандай адам дейді? Мен айтамын, вообще не рекомендую. Болды, түсіндім, жақсы, давай. Бұдан біз не түсінеміз? Мен ол жамандап кегімді алдым емес. Досым менің шынайы пікірім сұрап жатыр. Мен пікірмен бөлістім. Оны айтқан жоқ, мен ол мал адам, мен лақтырып кеткен, ондай нәрсе болған жоқ. Просто айтамын, не рекомендую болды. Ол түсінеді, жұмыс жасаған, нәтиже бермеген, значит, менімен жұмыс жасаса да, менімен де нәтиже беретіндігі ықтималдығы өте төмен, поэтому sorry дейді да, осылай тоқтай салады. И бұл жерде айтатынымыз не? Менің өзімнің жеке даже интервьюда, сіз айттыңыз ғой, жұмыста деп. Мен интервью жасаған кезде адамның өтірігін более-менее шығарып аламын ол жерде. И менде мынандай бір сұрақтар бар. Сол сұрақтардың ішінен мына нәрсе келді. Сенің осыған дейінгі кіммен жасаған непосредственно бастығың кім болды? Оған сұрақ қоямын. Хорошо, мынандай адам болды. Жақсы. Сенің бастығың қалай ойлайсың? Сенің пікірің бойынша сенің жұмысыңа 1-ден 10-ға дейін қандай баға беретін еді деймін. Өте қиын сұрақ, 10 десе, жарайды. Не үшін деймін? Қандай еңбегің үшін саған 10 деген баға беретін еді деймін. Или 8 дейді, например. Көп адам ол жерде уже алдай алмайды, сөйтіп мысалға 7 дейтін айтамын. Жарайды. Неге 8 емес? Неге 6 емес? Не үшін сен 10 бермедің? Не үшін 1 бермедің? Айтады, мен жұмысым мынандай нәрсе талап етілген болатын. Мынаны істей алмадым, мынаны істедім бірақ дейді. Хорошо, мынаны не істей алмадың сен? Еріндің ба, ұйықтап қалдың ба? Уже честно жауап беруге болады. Ол жерде, видите, этикалық момент шығып кетеді. Егер де ол шынайы жауап беріп, ол жерде ешкімді лақтырмай, бірақ өзінің бір ішінде сожалениесі болса, значит, более-менее этикалық вопрос шешіледі. Сөйтіп мен тұрамын да айтамын, ана бастығың бар еді сен, маған номерін бер деймін. Номерін берсе, ары қарай сөйлесеміз. Бермесе, номер ұмытып кеттің, жарайды, болды. Давай, қайта бер, короче. Значит, этикалық момент сақталмайды. Өзінің репутациясын өз сөзімен факт сәйкес келу керек. Номерін береді, звондаймын, алло, пәленше, сен уақытыңды алған кешірім сұраймын. Этикалық момент, осындай адаммен жұмыс жасаған екенсің ғой. Соны сұрайын деп едім, бізге жұмысқа келіп жатыр. Сен оған қаншалықты разысың 1-ден 10-ға дейін? Рекомендация бересің ба? Сен берген міндеттемелерді орындай алды ма? Қалай екеуін қоштастыңдар? Типа, разы болып па? Ол егер разы болса, молодец адам ол.
жұмысқа вообще жақсы комфортно с ним работать, исполнительный деп айтса, все, типа тік галочка қойылады да. Жоқ, типа, у нас разные были моменты, деп тұрмын, все, понял, жарайды, давай, жақсы. Солай да, этикалық момент осылай тексеріледі. Мен бәрінде оны тексеремін. Тексеруге тырысамын как минимум. Өзіме де адамдар жұмысқа келеді, иногда мен де жұмысқа алмаймын ғой. Кейде мен жұмыс қалады. Мен айтамын, тексересің осыны. Звондайсың, ерінбейсің, сұрайсың деп. Сондай нәрсе. Тура осындай ситуация бір проектте болған менде де. Руководитель отдела продажбен. Енді әңгімесі бойынша өте мықты проекттерді құрған, мықты адамдармен жұмыс жасаған. Ол үшін кәдімгідей сол компанияның бастығы келіп, өзі келіп, машинасын предлагать еткен, сен жұмыста қал бізде деп. Мен мықты мамамын, мен мықты сотрудникпін деген идеяны берді. Мен сендім оған, хорошо, окей дедім, жұмыс жасадық. Мен жұмыс жасаған кезде андай адамға жауапкершілік беріп, қатты тексеріп жүрмеймін да, оның басында ешкетемін. Офисқа көп бара бермеймін. Біз онымен 1 ай ма, немесе 2 ай ма жұмыс жасадық. Басында кейін барып узнаю, то, что 2 аптадан кейін ол офисқа келмей қойған, аптасына 1 рет 2 рет келіп жүрген, менеджерлер айтып қойған, егер ерекең келіп сұрайтын болса, мен офиста болды деп айтыңдар деп, офиста вообще келмеген. Осы один из проектов, который жаңағыдай сәл фокус беріп қоямын деген сияқты. Ал маған айтқан, чисто сіздің проектіңізбен айналысам, осылай. Хотя айына шамамен мен есімде 700-900 тапты. Қателеспесем. Сіздерден? Біз сол проекттен. Ананы естігенде білейін дедім, мен сразу ертесін жұмыстан шығарып жібердім. Прикол в том, что 2 аптадан кейін бір бала звондайды, тоже таныс бала. Осындай жігітпен жұмыс жасадым ғой, сенің сторисіңнен көрген едім, или сол баланың сторисінен көрген едім, қандай рекомендация бересің, не істейсің деген. Мен ашық айттым, мен жұмысқа ал деп те айтпаймын, алма деп те айтпаймын, бірақ бізде осындай ситуация болды. Бірақ маман ретінде мықты деп ойлаймын, бірақ именно осындай моменттерде абай болғаның жөн, өзің көресің деп тұрып, менде рекомендация бердім. Ол жігіт те, то есть өзінің қателігін түсінді, потом жазды. Ереке, мен түсініп тұрмын, дұрыс емес жасадым. Маған обратный связь бересіз ба, как маман ретінде өсуге деген. Обратный связь білмеймін қазір, жөнделді ма, жөнделмеді ма. Солай. Өз көреді дегендей ғой енді. Өз көреді. Бұл жерде мәселе, біз мықтымыз, біз жұмысқа осылай тексеріп аламыз. Біздер де туралы осылай адамдар чекап жасайды, яғни ислам қандай адам, мысалға менде есімде. Бізде осыны обучение жүргізетін кезде, біздің де обучениеміз қымбат, мысалға. Қымбат емес, арзан емес. Сол кезде адамдар келген кезде айтатын, мен шешім қабылдаймай жүрген кезде, осы бір сізден өткен 3 танысым болды дейді. Үшеуіне звондап сұрадым, осындай ислам деген танисың ба, курсын өткен екенсің ғой, қалай пікірде қалдың, анамны. Үшеуі де айтқан. Сен, короче, қанша теңге деп жатыр, қанша курс тұрады, қанша теңге. Сен, короче, 2 есе қымбат қой, неге бұның бағасы, сен қазір оқып үлгеріп ал, бар, қатыс деп. Үшеуі де айтқан екен, мен уже келдім, қатысым дейді. Егер үшеуінің біреуі айтса, ислам сәл онша емес адам, уәдесінде тұрмайды, бізге былай деген, по факту мынандай болды дейтін болса, онда өте қиын. Да, мысалға. Сондықтан бізде сарафанкмен өте жақсы жұмыс жасады. Бізге де есімде. Бізде бір Атыраудан ет сататын бір жігіт келді. Сөйтіп 30 миллион обороттан 1 айда 90 үстіне шықты ет сатып. Мясной цех ашам деп келген идеясымен мясной цех ашпай қойдым болып кетті, в общем, неге жасады. Сонымен ол кісі етпен айналысады, и оның жиені де етпен айналысады. Нағашысы ма или жиені ма сондай. Сөйтіп келгенде жиенін айтқан ғой. Братишка, короче, білмеймін не істеп жүргенімді. Сен анеқа бару керексің деп. Ол мен танымайды ол. Анау просто айтқан, ағам бар деді, мен 1-2 сағат, может 1-2 түн бүйтіп қарадым да, сөйтіп келдім дейді, например. Сонда мен оған жасаған ешқандай видео, реклама емес, ол ана жақ мен үшін сатып беріп жатыр да, нәтижесін көрген екен деген сияқты. Солай этикалық моменттер жұмыс жасайды деп ойлаймын. Негізі бұл тақырыптардың барлығын неге қозғап жатырық? Этика немесе басқа да жаңағыдай жіберілетін қателіктер. Бұның барлығы, мысалы, Ислам мырза менің көзімде бір еркін байлыққа немесе қиналмай ақша табуға бір шынымен менің көзімде позиционеріңіз сондай да. И бұл этика один из важных инструментов, который бізді байлыққа алып келетін. Есеге енді инвестицияға байланысты осы жақта болатын моменттерді айтсаңыз, қазір біз енді жұмысқа байланысты айттық қой. Инвестиция өте просто ғой, дәл солай ғой. Келеді, осындай бізге инвестиция беріңіз дейді. Жақсы, сұраймын. Осыған инвесторың болды ма? Болды. Неге қазір онымен жұмыс жасамайсың? Осылай да осылай. Жақсы, ол кісі кім? Номерін берсей маған. Жарайды. Сондай, осындай. Сіз инвестиция беріңіз ба?
уәдесіне тұрды ма, байыдыңыз ба? Аха, жоқ. Неге ары қарай жұмыс жасамайсыз? Жай просто білейін деп едім, егер мүмкін болса. Айта бересіз, мен ол кісіге бөліспеймін ғой деген сияқты. Сонымен да нет этикалық моменттер шыққан болса, мен инвестиция бермеймін. Хотя проект күшті болса да. Сол сияқты мысалы мен инвестициямен квартира алмай алсам, мен үлкен застройщиктардың этикалық моменттерін қараймын. Ол деген мысалы сен клиентке мынандай картинка сызып бересің, ойбай сен ертең квартираң мынандай күшті, ойбай мынандай болады дейді. мына деле мынандай болады. И одан ертең күні маған ойбай біз мынандай бизнес класс, элит класс мынандай үй салайын деп жатырмық деймін, айтамын сендер салыңдар, сендер мықтысыңдар, сендер мықты саласыңдар сендер деймін да. Оны вообще кірмеймін оларға, даже отдел продажға, даже вообще бір скандальная история, андай бір долгострой болып кеткен, құдай сақтасын, клиенттерін алдап кеткен деген сияқты бір жерлер туралы хабар шығады ғой, кірмеймін. Рахмет, болды, вообще жоламаймын. Сондықтан мен в основном өзінің репутациясы үшін жұмыс жасайтын, клиенттерін қадірлейтін проектілерге ғана инвестиция беруге жұмсаймын. Этикалық моменттер мен үшін өте маңызды. Жаңағы кеше алдыңғыда айтқандағыдай, там паразитный бизнес, там клиенттерін алдайтын, ақы мәселесін жейтін, авторский правоны ұрлайтын, ондай проектілер ақша салғым келмейді. И командасында да андай болу керек, бастық мысалға сотрудниктерді алып, олардың айлығын бермей шығарып тастай беретін болса, тоже мен инвестиция бермеймін да. Сондықтан этика деген нәрсе инвестицияда, даже ладно, продажада жұмыс жасайтын көрсеттік, например, там жұмысқа кіруде инвестицияда еще больше ойнайды да. Өйткені ешкім саған инвестициялық сделкаға кірмейді, егер сенің ол тарихыңда артыңдағы тұрған историяны білмесе. Сондықтан артындағы историяны көрген кезде осындай бір нормальный адам, этичный, ешкімді алдамайды, репутациясы таза, сөзінде тұрады, осылай дейтін болса, ақша да оңай жүреді. И осы жерде айтатыным, мысалы бізді қарап отқан кісілер болса, бізде осы этикаға қатты мән беруге тырысамыз. Біздің даже капитал атты өзімнің авторлық курсыма 2-ші сабаққа этика деген сабақты қостым. Оның ішінде сол көбіне қарыз мәселесі, ақша алыс берісте келісілмей қалған или біреудің ақысы желініп кеткен моменттер болса, оның шешім жолдары деген сияқты сабақтарды қостым. Бүкіл темаларды мына жерден қарай аласыздар. Сол қаржылық сауаттылық, капитал атты қаржылық сауаттылықтың курсы осы оқырмандарымыз үшін небәрі 20 000 теңге деп жасап қойдық. Құдай қаласа соған қатысамын, капиталымды көбейткім келеді, инвестициямен айналысқым келеді, этикалық моменттер толығырақ ашып өзім үшін білгім келеді дейтін болсаңыздар, осы видеоның астындағы тұрған сілтеме арқылы анкетаны толтырып, менеджерлер сіздермен хабарласып, доступты алып, сабақты қарай аласыздар. Мен ойлаймын, бұл жерде обмен с превышением дедік қой, мысалы толықтай сабақтарды қарасақ, по-моему, бір 5,5 сағат па, 6 сағаттық па сабақтар вообще ше. Басында ой асылған кезде бұл курс шығарамыз да шығармаймыз дегенде басында 15 сабақ болады деп ойладық. Кейін артығымен берейік деп, қазір сабақ саны 19 болып тұр, мен жаңа қарадым. Одан да кейін 1-2 сағат. Бұл да не предел. Қосылып кетуі мүмкін. Бұл жерде позиция сіздер төлеген суммадан да 10 есе 100 есе көбірек білімді алып кету деген сияқты. Енді 20 000 теңгеге мен уверенмін, көп адам, 99% мамандар бұндай білім жоқ нарықта. Мына жерде біз кітаптармен отырмыз, мына жерде қарап отырмын, финансы для нефинансистов деген сияқты бір әйелдің кітабы, тағы да басқа там финансовый кітаптар бар. Ол кітаптардың үшеуінің төртінің қосындысы 30 000-ға кетіп қалады да. Ол еще ол таблицалық қандай бір шешімдер ол сабақтағыдай емес. Сондықтан мен ол кісілердің білімі аз деп отқан жоқпын. Яғни нарықтағы бар бағамен салыстырып продуктлермен салыстыратын болсақ, ол 20 000 теңге өте қолжетімді ереке біздің оқырмандарымыз үшін. Ол менің пікірім. Әркім әртүрлі де мүмкін. Бізде де қанша адам оқып, сатып алып, пікірлерін жазып жатыр. Инстаграмда мен белгілеп деген сияқты. Қуаныштымын. Мен үшін әр пікір маңызды. Рейтинг 5-те 0 болып тұр. Көрдік. Аллаға шүкір, рекомендацияларды осыны керемет оқыдым, білім алдым, миым жарылып жатыр деген сияқты пікірлер де қалдырып жатыр. Енді 20 000 теңгеге осындай бір пікірлер қалып жатса, енді Аллаға шүкір ба. Бізде мынау комментарий мен описание бөлімінде сілтеме бар, Google форма, соған аты жөніңіз бен номеріңіз қалдырсаңыздар, менеджер толық ақпарат беріп, сізге курсқа доступ ашып беретін болады. Солай. Ал сіздермен болған Ислам Бөрхан және Ерсін Сұлтан. Қош, сау болыңыздар.